Армысыздар, құрметті қазақ елі, құрметті асаршылар. Барлықтарыңызды осы Әз-Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Әрбір үйде шаңырақта шаттық орнасын, ынтымақ бірлік болсын, ұрпақтар сабақтастығы болсын. Асар баспанаға кіргелі бері осы 5-6 айдың көлемі бопты. Осы 5-6 ай маған өте бір қуаныш сыйлады. Өйткені мен өзім үшін ғана емес, өзгелердің де қуанышына ортақтас болғаныма ризамын. Тағдырыма ризамын. 12 адам көлік алып жатса, бірнеше адам үйлі болып жатса, саны жоқ адамдар ақшалай сыйлық алып жатса, қалай қуанбайсыз? Осының бар кімнің арқасында? Біріншіден, жаратушы иеміздің арқасында. Тәңірімізге мың алғыс. Қазір ойланып сөйлейтін болдық қой, ойбай, жаратушы деп айтайын ба, Құдай деп айтайын ба, Алла дейін ба, жоқ әлде Тәңір дейін ба деп. Басымыз қатып жатыр ғой, әр нәрсені бір естіп. Бірақ адам не айтса да жақсылықты ойлап айтса болды. Жаратушы иеміз әрбірімізге жар болсын. Әруақтарымыз қолдасын. Тәңіріміз жарылқасын. Құдайымыз әрқашанда қалап тұрсын. Құдайдың қалауының арқасында осы асар баспана ашылды. 2023 жылы. Оның басында Нұрбол Маратұлы деген азамат тұр. Осы асар баспанаға кірейін ба, кірмейін ба деп мен біраз ойландым. Сөйтіп едім, маған асар деген бір ауыз сөз әсер етті біріншіден. Екіншіден, Нұрбол мырзаның келбетін көргенде, болды кірем дедім. Өйткені жылуарлы, сосын үстіндегі киген киімі ұлттық нақышта киінеді, жас болса да. Сосын қайда бармасын, осы орта жастағылар, қариялардың арасында жүреді. Таң қалдым мен. Ондай жастарымыз көп емес қой. Ойбай деп керісінше қартайған адамдардың қасында отырғысы келмейтіндер көп қой. Сосын маған бір мақал есіме сап ете қалды. Ол мақалда былай айтылған: адам болар баланың дейді, адам болатын баланың үлкенде ісі бар. Адам болмайтын баланың үлкенде несі бар дейді. Міне. Сонда бала болып жүрген жастарға арналған мақал. Осыдан ақ түсіне беруге болады кімнің кім екенін. Көптеген чаттарда отырдым. Осы чат ерекше. Осы асаршылардың чаттары ерекше. Өйткені олар біріншіден бірінің қуанышына бірі ортақтас болып отырады. Ынтымақ деген осы жерде, қуаныш деген осы жерде, махаббат деген осы жерде. Әрбір адам махаббатқа мұқтаж. Әрбір адам осы қуанышыма мені кім болсар екен? Кім менің қуанышыма қуанар екен? Кім меніменен қосылып, менің қуанышыма қуанар екен деп отырамыз ғой бәріміз. Мінекей, соның бәрін осы жерден таптым. Таптым да одан әрі зерттей түстім ғой. Көрдіңіз бе, мінекей. Адам болып өмірге келгеннен кейін ол әр нәрсеге бақылап, бағдарлап қарау керек. Осы бізге қажет па, қажет емес пе деп. Әрине қажет. Асар баспана бізге қажет. Қазір Нұрбол мырзамызды қамап қойды. Істі болып жатыр. Бірақ ойлап қарасаңыз, бір асаршыдан арыз түскен жоқ. Керісінше бәрі алғыс айтуда.
Керісінше бәріміз қашан босар екен деп күтіп отырмыз Нұрбол мырзамызды. Қашан жарқырап арамызда қайта жүрер екен деп. Менің бір байқағаным, Нұрбол мырзамыз, Нұрбол мырза дейміз, немесе Нұрбол Маратұлы дейміз, өйткені жасы кіші болса да жолы үлкен. Біз қазақтар жасқа қарап сыйласамыз, жолына қарап сыйласамыз, дәрежесіне, мына шеніне қарап сыйлап айтып отыр деп ойлап қалмаңыздар. Менің бір байқағаным, осы машина сыйлап жатса да, үй сыйлап жатса да, шынайы қуана білетін адам ғой. Шынайы жан жүрегімен қуанып тұр ғой. Осындай қуанышты көрмегелі қай заман. Өзіміздің әке-шешеміз ғана қуанады, бір жақсылыққа жетсек. Басқа адамдар бір-біріне тілектес болып жатпайды көп жағдайда. Қайдан алдың дейді ғой. Мақал бар ғой. Бай көйлек кисе, құтты болсын деп айтады. Ал кедей көйлек кисе, қайдан алдың ей деп айтады дейді. Осы сондай рас айтылған. Кедейлер көппіз ғой қазір. Сондықтан қайдан алдың, қаншаға алдың деп жатамыз ғой. Құдайым-ай, Құдайым-ай. Енді қараңыз, ең керемет жылы, теплый деймін ғой мен. Бір орыстардың бір сөзін айтып қояйыншы. Теплый деп. Осы теплый чат қой, осы асаршылардың чаты. Қуанышты. Осы жерде ғана мен қуанышты болып отырам. Осы жерде ғана мен менің махаббатымды бәрі түсінеді. Бәрінің махаббатын мен түсінем. Басқа чаттарда ондай махаббат деген жоқ. Жоқ махаббат деген. Өздеріне жетпей жатыр ол махаббат. Бөлініп кеткенбіз ғой, әбден бөлініп кеткенбіз ғой, Құдай-ау. Айтпайын десең айту керек болып тұр ғой онда. Мынау неменеге әртіс болып отыр дейтін шығар кейбіреулер, жақтырмаймын. Мен әртіс болмасаң ше, мына жерде біраз Шекспир деген атамыз да қазақ екен ғой, түбі қазақ екен. Оны Алтын адам деген кітабын біраз оқып тастадым, сонда айтылған. Сонда айтады ғой Шекспир атам, не дейді? Жизнь это театр, а люди в нем актеры дейді. Не деген сөз бұл? Кейде менше жылап тұрып, жылағым келсе де жыламай осы көңілді болып әңгіме айтуға тырысам да, өйткені ішің жылап тұр. Бірақ шын жыласаң ше, мына жерде жоқ болып кетесің. 6 секундта жоқ болып кетесің. Сол жаныңа батып кетеді. Сосын әртіс болып біраз бетіп күліп, былай өзің настроениеңді көтермесең, көңіл күйіңді көтермесең, Құдай-ау, өзіңнің кім екеніңді ертең атымыз есімізден шығып кетпесінші әйтеуір мына заманда. Не деген бөлініп кеткенбіз, Құдай-ау, ақырымыз не болады? Ешкімнен еш нәрсені көрудің қажеті жоқ қой бұл жерде. Орыс өзімен өзі әуре болып жатыр ана жақта. Қытайың мына жақта жүр жыбырлап. Осы жұмыстан шықсаң, кетіп бара жатсаң, оң деп бірдеңе деп сөйлеп тұр. Қарасаң бір бойы пәс-пәс. Қытайлар жайлап кеткен. Көшеге шықсаң. Өзіміздің қазақ мынандай болып жатыр. Сосын енді көңілің түседі ғой. Ұрпақты ойлайсың, болашағыңды ойлайсың. Не болады ертең, мына не болады деп. Сондықтан құрметті қазақ елі, құрметті ағайындар, құрметті халқым. Ойбай, бұл жерде де жақпай қаласың біреулерге. Халқым деп сөйлейтіндей, сенің қайбір еңбегің сіңіп еді деп айтатындар да шығады. Жоқ. Халқым деп сөйлеуіміз керек. Біз әрбіріміз халқым деп, елім, жұртым деп сөйлейік та. Әйтпесе бізде мынандай ұлттық, мынандай не деп айтсам болады? Жоқ, ұлтшыл болма, бірақ ұлт жанды бол, патриот бол. Сондай патриоттық сезім деген бізде қазір жоқ болып кетті ғой. Жоқ болып кетті. Сондықтан мен осы асар баспанадан үлкен үміт күтемді. Біздің қазақтарымыздың басы осы жерде қосылады-ау деп
қосылады-ау деп болжам жасап қоямыз. Біздің ата бабамыз болжам жасап отырған, болжап отырған. Бірақ Құдайдың алдына түсіп кетіп, сондай болады, мынандай болады деп айта бермеген. Құдайдан бұрын сөйлеме дейді. Құрметті қазақ елі, біз өзіміздің ынтымағымызды ойлайық. Сосын мына өзбектерден үлгі алайықшы. Өзбектерден үлгі алсақ, жақсыдан үлгі алу керек. Сондай болам деп ұмтыл дейді ғой. Біздің Сайрам жақтағы өзбектерді сондай бір жақсы көрем, және олардың қуанышына ортақпын. Оларда ондай проблема жоқ. Тіл жөнінде, салт дәстүр жөнінде ешқандай проблема жоқ. Өйткені олар қанша орысша сөйлесіп, балдарын орыс мектепке беріп жатса да, өздерінің шаңырағының астында өз тілдерінде сөйлейді. Ал біз өйтпейміз ғой. Біз орыс мектебіне беріп қойдық. Орыстың жаңағы садигіне беріп қойдық, орыстың мектебіне беріп қойдық. Орысша сөйлесеміз жұмыста да, сосын үйде де орысша сөйлесеміз. Болды. Сонымен бітті. Кім кінәлі оған? Ешкім кінәлі емес қой. Өзіміз ғой соны істеп отырған. Бір жаның ауырады, қарның ашады. Өз тірлігімізге өзіміз не болып кеттік өз. Енді мына асар баспана бәріміздің басымызды қосады ғой деген кезде істі болып қалды. Неге бұ да біреуге жақпай жатыр? Бұ да бір өзіміздің қазағымызға жақпай жатыр ғой. Ол Қытайға жақпай жатқан жоқ. Орыстың шаруасы жоқ. Енді бұл жерде өзімізді өзіміз жақтырмай жатырмыз. Өзіміздің салт дәстүрді ұмытсақ, қазақ тілінде сөйлемесек, сөйтіп мазақ болып әркімге жүре берейік сөйтіп онда. Қай қазаққа асар деген сөз жақпай қалды. Кішкентайымыздан сөйтіп асарлатып жүріп өмір сүрдік қой, білеміз ғой асардың не екенін. Қандай қиын жұмыс болса, соның бәрін асарлатып істеген қазақ. Енді қазірде қиын жағдай түсіп тұр ғой, әрбір адамның басында кредит. Осы шашы сыпырғы боп, қолы кесеу боп істеп жүрген зейнеткер, пенсионер біздің аталарымыз бен апаларымыз, әжелеріміз. Мен көп жерде жұмыс істегем. Осы Астананың шыркөбелек айланып жүрміз. Міне сол кезде көреміз ғой, пенсионер жастағы ата әжелеріміз бәрі қазақ. Басқа ұлт өкілін көрмейсің, бәрі қазақ. Сонда біз кім болып кеттік өзі, қандай дәрежеге түсіп кеттік? Енді қашан біз көтерілеміз? Сол себепті мына асар баспананың жұмысын жаңғырту керек. Нұрбол мырзамызды шығарып алу керек. Сол үшін біз Ақордаға барсақ та, Тоқаевқа тізерлеп жалынсақ та, шығарып алуымыз керек ол азаматты. Ол азамат халық үшін еңбек етті. Біз де халық болып құтқаруымыз керек. Өтініш айтуымыз керек депутаттарға, министрлерге, бәріне. Өйткені олар ойлап отырған шығар, бізге жан ашып ойлап отырған шығар. Мыналар пирамидаға кіріп кетті-ау, осыларды құтқару керек деп отырған шығар. Рахмет оларға. Рахметімізді айта отырып, өтінішімізді айтып баруымыз керек. Құда қаласа, мейрамнан кейін бір әрекет етейік солай. Өйткені бұл халықтық жоба. Халықтық жоба бұл асар баспана деген. Демек, Нұрбол мырзаның миссиясы шығар. Біз өзімізді өзіміз қолдамасақ, өзімізді өзіміз мақтамасақ, кім бізді мақтайды? Әр қазақ енді бір-бірін жамандауды қою керек. Осындай жақсылық көрдік па, бұл жабысып, соны қолдауымыз керек. Бөлініп болдық қой. Масқаршы боп, тарихатшы боп, Құдай-ау, тәңірші боп, ата жол боп, ақсарбасшылар боп, сопылар боп, анау боп, мынау боп болдық қой. Бәрін көрдік қой. Енді бір-бірімізді қолдауымыз керек. Асар баспананың жұмысы жалғасуы керек. Мына келіп отырған әз наурызымыз құтты болсын.
бәріміздің шаңырағымыз шаттықтан, қуаныштан, ынтымақтан шайқалса. Сол себептен еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, бір-бірімізді қолдай білейік.